Сәлем достар, таяуда ғана кино сүйер қауымға жол тартқан жүректегі көз түрік телехикаясының негізгі желісі қандай? Сериал қай жылдары түсірілген? Басты рөлдерде кімге ойнайды? Неше маусымнан тұрады? Егер сіздер үшін осы сұрақтардың жауабы қызық болса, бүгінгі видеодан барлығына жауап таба аласыз. Олай болса, көруді бастамас бұрын видеоға лайк басып, каналға жазылып қоңырауды басып қойыңыз. Сонда алдағы уақытта шығатын осы сериалдың кейіпкерлері туралы видеоларды құр жіберіп алмайсыз. Ал кеттік ендеше. Жүректегі көз түрік елінде 2019-2021 жылдар аралығында көрсетілді. Сериал желісі Семей Көчтің Хеджай романына негізделіп түсірілген. Режиссері Али Ильхан. Сериалдағы оқиғалар Түркияның Мардин провинциясында, Медиат қаласында екі беделді отбасы Асламбей мен Шадоглудың айналасында өрбиді. Асламбей отбасынан шыққан Миран есімді жас жігіт 27 жыл бойы кек алу оймен өседі. Ал Раян Шадоглу отбасынан шыққан махаббатқа сенетін ақ көңіл қыз. Бір күні олардың жолдары қиылысып, бір-біріне ғашық болады. Бірақ ол кек алуға ант еткен жауының қызы. Жастар бақытқа жету жолында көптеген сынақтар мен қиындықтарды бастан өткерумен қатар, отбасы арасындағы ұзақ мерзімді араздықты тоқтатуға да тура келеді. Басты рөлдерде актер Атлон Акунезио Миранның рөлін сомдаса, актриса Ebru Шахин Раянның бейнесін ойнайды. Сериал 3 маусымнан 69 бөлімнен тұрады, бірақ Қазақстанда бөлім саны артуы мүмкін, өйткені әр сериясының ұзақтығы 150 минуттан. Сериалдың негізгі ұраны кектен туған махаббат хикаясы. 100-ден астам елде көрсетілген. Достар, осымен бүгінгі видео тамам. Келесі видеоны сериалдың қай басты кейіпкеріне арнайын? Комментке өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.